Қайырлы күн балалар. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Алдымен кешегі өткен тақырыпты қайталап алайық. Балалар, біз кеше үш таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуды үйрендік. Кәнеке қайталайық. 534, 500 қосу 30 қосу 4. 198, 100 қосу 90 қосу 8. Естеріңізге түсті ма? Ал 910 дегенді 900 қосу 10 деп жазамыз. 601 дегенде ондығы жоқ. Демек, біз 600 қосу 1 дейміз. Өте жақсы балалар, еске түсірдік. Енді менімен бірге мына үш таңбалы сандарды оқи қойыңыздар. 534, 198 оқимыз. Ал енді асықпай сандарды оқып шығыңыздар. 534, 198, 561, 326, 910, 601, 125. Кәнеке балалар, бұл сандарды кему ретімен орналастырайықшы. Ең үлкен сан қайсы? 910 дұрыс-ақ. Келесі ойланамыз. 601 дұрыс-ақ. 601-ден кіші қайсан? 561. Жоғарыға қараймыз. Енді қайсан екен? 534. Және 198, 125. Балалар, табиғат деген сөз шықты, солай ма? Табиғат бұл бізді қоршаған орта, аспан, жер, тау, тас, адамдар. Ал енді осы табиғаттың біз өтіп жатқан бөлімшеміз жанды табиғат. Жанды табиғат дегеніміз бұл адам, өсімдік, жануар. Ендеше жануарлар туралы жұмбақтар шешейік. Мойыны сорайған, сирағы серейген, теңбіл шұбар терісі шөлдеген аңның ірісі. Жонында жалы бар, бұл қандай жануар? Мойын серейген, теңбіл бұл қандай балалар? Бұл әрине керік. Балалар, керіктің тапсырмасын орындайықшы. Артық, кем, тең сөздерін пайдаланып, теңсіздікті оқыңдар. Салыстырамыз. 450 мен 405 қайсысы көп? 450. Ал енді теңсіздікті былай оқимыз. 450 артық 405-тен. 701, 699 қайсысы көп балалар? 701 артық 699-дан. 300-дің 40-қа қосындысы кем 343-тен. 300-дің 200-ге қосындысы артық 30-дің 20-ға қосындысынан. Міне, осылайша оқимыз. Келесі жұмбақ шешейікші. Қаймықпайды күштаңнан, қорқады тек тышқаннан. Балалар, тышқаннан қаймықпайтын өзі үлкен жануар бұл әрине піл. Ендеше пілдің есебін шығарайық. Зообақта пілге тәулігіне 26 килограмм картоп және одан 9 килограмм кем сәбіз берілді. Піл бір тәулікте қанша картоп пен сәбіз жейді? Бұл екі амалмен шығарылатын есеп. Кәнеке балалар, қанша картоп жейді? 26 килограмм, ал сәбіз одан 9 килограмм кем. Демек, бұл жерде біз алдымен сәбізді тауып аламыз. 26-тан 9-ды алғанда 17. 17 килограмм сәбіз жейді екен. Енді картоп пен сәбізді қосамыз. 43. Өте жақсы.
үстінен тоны түспеген, сонда да араз қыспенен. Өзі тоны бар жануар, бірақ қысты жақсы көрмейтін. Қыс бойы ұйықтап шығатын бұл қандай жануар? Әрине, аю. Ендеше аюмен бірге жаңа тақырыпты бастайық. Бүгін өтетін тақырыбымыз біздің 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Мыңға дейінгі 3 таңбалы сандарды қосуды үйренеміз ауызша. 325 қосу 213. Балалар, 3 таңбалы сандарды ауызша қосқан кезде бірлігі мен бірлігін қосамыз. 5-ке 3-ті қосамыз. Және бірлігіне жазамыз. 8. Ондығы мен ондығын қосамыз. 2 ондыққа 1 ондықты қосқанда 3 ондық болады. Енді жүздіктерін қосайық, жүздік разрядтарын. 2 жүздікке 3 жүздікті қосқанда 5 жүздік болады. Демек, өрнектің мәні 538-ге тең. Азайтуды үйренейік. 937-ден 512-ні азайтуымыз керек. Бұл жерде де дәл жаңағыдай жағдай. Бірліктен бірлікті аламыз. 7 бірліктен 2 бірлікті аламыз. Айырманың мәнін бірлігіне жазамыз. 5 бірлік қалады. 3 ондықтан 1 ондықты азайтамыз. 2 ондық. 9 жүздіктен 5 жүздікті азайтамыз. 4 жүздік. Өте жақсы. Сабақ түсінікті ме, балалар? Ендеше оқулықпен жұмыс жасайық. Балалар, 10-шы беттегі номері 1-ші есепті өз бетімізбен ауызша орындаймыз. Ондықтар разрядында нөлі бар 3 таңбалы сандарды ғана теріп жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай жануарлардың тіршілік етуге бейімделгенін білесің. Сандарды кему реті бойынша көшіріп жаз. Біз жазбаймыз, ауызша орындайық. Ондықтар разряды бұл ортада тұрады, солай ма? Демек, ортасы 0 болып келген. Бұл қандай сандар? 509 дұрсақ кесіртке және қандай жануар? Шөл далада тасбақа дұрсақ және қос аяқ және кірпі. Балалар, енді дәптерімізді ашып қойайық. 11-ші бетте номері 4-ші есепті 1-ші және 2-ші бағанын мына менің үлгіме қарап шығарамыз. Жаңағы түсіндіргеніме қарап, бірлікпен бірлігін қосамыз, ондықпен ондығын қосамыз және жүздікпен жүздік разрядын қосамыз. Азайтқанда да дәл солай. Және де 5-ші есепті де дәл солайша шығарамыз. Балалар, келесі біздің өз бетімізбен орындайтын есебіміз номері 6-ші есеп 11-ші бетте. Оқимын. Тыңдайық. Алияның былтырғы жылы күн райын бақылау күнделігінде 60 күн бұлыңғыр, 250 күн ашық, қалған күндер бұлтты болып белгіленген. Егер бір жылда 365 күн болса, онда Алия неше бұлтты күнді белгілеген? Бұлыңғыр күн қанша? 60 екен. Ашық күн 250. Бұлтты күні белгісіз, оны табуымыз керек. Барлығы 365 күн. Кәнеки шешуімен жауабын тауып жаза қойыңыздар. Балалар, әрдайым күндей жарқырап жүріңіздер деген тілекпен біз сабағымызды аяқтаймыз. Сабақтың соңында не білдім, не үйрендім, не білгім келеді деп дәптерімізге 1-2 сөйлеммен ғана кері байланыс беруді де ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.